Шықты, кітабың шықты, Қойсары, осы ғой көптің арманы. Бұл өмірдің бар ғой өмір заңы, атады еңбекте, еңбекпенен атар таңы. Қасиетті, емші қазірет, еңбекпен жетті ғанибет. Туғылып бүгін айтамыз, болған елдің батырын, өміралы, Мұқан, Қаман ағамыз, Қабдеш, Жамбылды еске аламыз. Ағалар жүрген елінде, еліне жаны егілген, ерен еңбек жолымен халыққа себін тигізген. Біреуі шопан, біреуі депутат, шофері да бар ішінде. Бейбіт өткен заманда бүгін тойға келе алмаған менің ағам, досым, қандасым, бәсентиінім, Орал ағам қасқырда соққан кезінде. Аяшинов дәуренді жұртым менің бағала, бас демеуші Сәния, Мәдина мен Рауза, мақтан етем жиналған барлық жанды, әсіресе Нұрислам, Қанат, Русланды. Айттым ғой өлең сөзбен тарихты біразырақ, риза болсын ақ таңдай батырларың, Қойсары, Өтен, Өмірзақ пен Жанұзақ. Намыстуын көтерем деп жақсылармен, жайсаңдармен, би шешен, ел басқарған болыстардың, дара боз, ел қамын ойлаған азаматтардың, 40 рулы елдің қасиет тұтар, елдің арлы азаматтары. Осында менің Қойсарыдан атам бар еді, бабам бар еді, руым бар еді осында деп бүгін жиналған халық. Сол халық тойын құтты болсын дейім ағайын. Той-тойға ұласа берсін Қойсар елі. Бәсентин арғын орта жүз. Жеті атасын білген ол, жеті жұрттың қамын жер. Өзін ғана білген ол, құлағымен жағын жер. Ағайын туыстар, енді біраз менде кішкене осы тарихты неде басталғанын айта кеткімге отыр. Осы неге себепкер болған, мен өзі Май ауданы Баскөл ауылында тұрам, мектепте жұмыс жасаймын. Бір күні үйге Пазыл Таубаев деген ағамыз келеді. Берік дейді, Қойсары, Қозыбақта батыр жоқ па? Бір тойда отырған кезде тиіскен ғой ағамызға, марқым. Қойсары қой ғана бағып жүрген, Қозыбаққан ешқандай тарихы жоқ деп, сол маған айтып кеткен өсиеті болатын. Ағамыз қазір жоқ. Соны мен зерттей бастадым. 25 жылдай уақыт өтті. Осы Дәурен ағамыз кездестіріп, міне жоғымызды тауып, бізге шежіремізді шығарып берді, паспортымызды. Енді біраз толықтыра кетсем, осы Қойсарлар жөнінде, жаңағы діни тұлғалар жөнінде, осы еңбек ауылында Өміралы Ишан атамыз мешіт ашқан, халықты дінге тартқан, қазір Ресей жақта ол кісі ерленген ұлы Қапан әулие, осы Қойсарлар басын қосып, осыдан бір 10 жылдай бұрын Сапаш ағамыз бастап, сол әулиенің Қапанның зиратын көтерген, міне тауып. Осындай әулиелер осы еңбек ауылында мешітте болған. Мұхаммед Садық деген Хазірет атамыз да осы Бестау Алтыбай болысында Хазірет атанып қажылыққа барған. Сәбит Дөнентаев сол кісіден қарамағында жұмыс жасапты. Оны марқым Жеңіс Лекенің кітабында бар. Осы Қойсарының деректері жазылған. Тағы да енді көп ел басқарған ағаларымыз, міне қазіргі Қойсарынан Тарланы, Қабдеш, Нұркен атамызды мен жазған болатын. Невский орденін алған, міне қазір Павлодардың ең үлкен көшесі сол атамыздың атымен аталады. Ода Қойсары, міне біздің қазіргі соғыстың батыры. Одан кейін міне Мұрат Касенов деген әлем чемпионы шыққан. Осы бокстан, осы Ақсу өңірінен қазір Талдықорғанда бас бапкер болып боксшы. Осындай ағаларымыз. Жұмабай деген ақын шыққан Қойсарыда. Ақын Бейбіт Бөжен өлкетанушы Ақбеттау газетінде жазған. Кезінде осы Естай түгел ақындардан шоқтығы биік болған. Өкінішке орай сол өлеңдерін таба алмай жатырмыз. Жұмабай ақынында ода уақыт еншісінде шықпалар. Ағайын, енді біраз кішкене бірінші рет өткізіп жатырмыз той. Айбет пеңіздер, бір жерлері дұрыс болып жатса, біреуге тілек бермей жатса,
Енді қазіргінің батыры міне осы еңбек ауылында аттың үстінде жүрген Қопашев Жанат деген бар ағамыз, осы Өмірзақ батырдың ұрпағы, 5 дүркін облыс чемпионы, Қазақстанның спорт шебері, осы батырдың ұрпақтары да қазір сіздердің орталарыңызда жүр. Той құтты болсын. Енді осы ерекше мен өзім құрмет ететін осы Гүлсара жүргізушіге келіп, міне осы сіздерді тарихта қалдырып жатыр. Осыны түсіріп, сіздер ертең тарих уақыт еншісінде ертең бізде осы өмірден кетерміз. Осы бәрімізді қалдырып жатқан Гүлсара қарындасымызға ерекше. Жанат Төлемейсов деген ағамыз келіп отыр. Осында Алтайдың Қойсарысы, Алтайда міне Қойсарының Алтайда көл де бар. Қойсары көлі деген осы Дәурен ағамыздың еңбегінде бар. Сол осы Қойсарыларға іс-шара өткіземіз деп бастағанда ақшаның жүзі ыстық қой. Қалтадан ақша шығару қиын. Сонда Жанат ағамыз айтқан: "Ай Берік, асықпа, Қойсарының қыздары батыр. Не көрсең осы қыздардан көресің Қойсарылардың" деп. Сонда осы Сәния апамыз міне әншілерін әкеп, осы шежіренің бас демеушісі, о кісі бастамаса бүгінгі біздің басымыз қосылуда екіталай еді. Осы Сәния апамызға да мың алғыс, осы Қойсарылардың жоғын жоқтап жүрген. Одан да басқа енді азаматтар міне Жанат ағамыз отыр, міне осы алғашқы мәрт жылқысын әкеп қойып осы тойға шақанып Жанат ағамыз бар, Бауыржан ағамыз бар, Күргүлде тұратын осы белсенді ағаларымыз атсалысып осыны тойды өткізіп жатыр. Алла разы болсын. Руслан деген Бакишев құрдасым міне мотоциклін кеп тігіп отыр. Осындай Қойсарының мәрт азаматтары бола берсін. Тек тойдан тойға жолға берейік. Енді соңғы айтарым, мынау әр ру бассейннен бөлініп жатырмыз. Қойсары, Қозыбақ, Төртсары, Иман деп жеке-жеке той өткізіп жатыр. Осы Дәурен ағамызға бір бассейн шежіресін шығарып, бәріміз бассейн деп аталсақ, неге бөлінбей? Оны Қайролла Каженов ағамыз айтатын, біз бассейн ұрпағымыз. Сол бір дөкой тойға жазсын. Дәурен ағамызға бәріміз қарыздарымыз, бүкіл бассейн елі бір орден берсе де, осы үкімет басшыларына Дәурен ағамыздың еңбегі зор. Амандықта тойда жолығайық ағайын. Аман есен жеттік қой арайлап атқан ақтанға, женісіз қақыба кеп жатса қуанып қалай шаттанба. Ағайын туыс армысың құлап көрмеген аттанда, таймаған алтын тақтанда. Тойларың тойға ұлассың, ұлдарың келсін бірінші аламанға шапқанда. Өмірзақтай батырдың күшін берсін ерлерге, беліне арқан тартқанда. Қойсарылардың тойы ғой, қуанып қалай шаттанба. Үйткені ағайын менің анам Қойсары, Осенбекте туылған, он айтып қалай мақтанба. Қойсарылар сондықтан маған болат нағашы, талай көмегі тиді ғой қайғының дәмін татқанда. Сондықтан мен тығылып жат алмаймын үйімде, жиенге сенім артқанда. Менің нағашыларым тойларын жасап жатқанда. Ей тойға көніл бөлгендер, мың тіріліп мың өлгендер. Еңбекті жақсы біледі, ошақта өсіп өңгендер. Жақсыны ертіп қасына, ал дұшпанның басына қара бұлт болып төнгендер. Тойларың тойға ұласын, батыр елім мергендер. Өмірзақ батыр мен Өтем батырдың басына ескерткіш салып бүгінде тарихқа терен енгендер. Өмірзақ батыр кім десен, жерін қорғап қазақтың жоңғарларды жеңгендер. Ей Өтем батыр боп сөйлесем, қалмақтарды қорғылып керегесін кергендер. Қойсарының негізі бар баласы батыр ғой, сөзіме болса сенгендер. Ей Қойсарылардың тірегі Жакупов Орал атам мен Қамалбай атам тұрғанда басқа ешкімге ермендер.
Шақанып Жанат ағаммен Жүкеніп Бауыржан ағамыз бір жылқы беріпті. Дәл осылай ерлендер, Бакишевтар әулеті Руслан мен Нұрислам миллиондап ақша беріпті. Ел үшін туған ердендер. Ей Жакупов Қанат ағаммен Құрманғазин Арыстан қол ұшын беріп бұл тойға жақсыларға ергендер. Ей, айналайын ағайын бір қошемет қылыңдар, Қойсарлардың барлығы өмірзақтай мергендер. Ей, Қойсарылар жасай бер, өмірзақтай батырдың намысын қолдан бермендер ай. Ей, айты ақындар сөзің баптаған, жырларды айтпас жаттаған. Қойсарылар мықты ғой, салт дәстүрді сақтаған, бірін-бірін сатпаған, арқасында бірліктің қайғының дәмін татпаған, шежірелерін шығарып, ілгерлеп алға аттаған. Ей, бабасының басына ескерткіш салып бүгінде ел үмітін ақтаған. Ол ескерткіш жастарға үлгі болып тұрады. Жырымды солай ақтарам. Ұмытпаған бабасың, ұмытпаған бабасың баласымен мақтанамай. Ей, Қойсарылар жасасын, осы жолдан таймасың. Бұл концертте әншілер бұлбұлдай болып сайрасың. Ей, ерлеріміз көп болсын, жасаған елге пайдасын. Қостанайда өрт болды, енді болып жақсы болып барлығы. Қазандарың ағайын, қуаныштан ғана қайнасың. Бүгінгі тойымыз жақсы өтіп, еңбектің елі жайнасың. Жаманшылық күтпесін, жырларың ұлың жүктесің. Олай болса ағайын, көп сөйлемей алдыңда қояйын сөздің нүктесің. Қойсарылар көп жасап қазақтың тойы бітпесін ай.